Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай бала кезімізде сүйсініп жейтін орешкиді бірге жасайық. Описание бөлімінде құрамына кіретін заттарды жазып кетемін. Бізге керек заттар: 2 жұмыртқаны сындырып, содан кейін қантты қосып, жақсылап ақ көбік болғанша венчикпен араластырамыз. Содан кейін разрыхлитель қопсытқышымызды салып, шым-шым тұзды салып, жақсылап араластырып, ерітілген сары майымызды қосатын боламыз. Ұнымызды електен өткізіп, венчиктің көмегімен қамырды елейтін боламыз. Бізде осындай эластичный қамырымыз шығады. Артық ұнды қоспаңыз. Енді бұны пакетикке салып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қоямыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бұл менің каналымның дамуына қатты әсерін тигізеді. Одан әрі керемет талай видеоларды сіздер үшін, құрметті оқырмандарым, түсіретін боламын. Қамырымыз дайын болды. Тоңазытқышта тұрып, сәл қатып, енді оны бөліп, қолымызбен домалатамыз. Енді бізге 6-7 граммдай бөліктер керек. Соны домалатқызып, формамызға салатын боламыз. Алдын ала дайындап қою керек. Осындай кішкентай көмекшілеріңіз болса, сізге көмектеседі. Әрі қызықты, әрі дәмді орешкиді жасауға. Қамырды домалатып болдық. Енді бұны қызып тұрған формамызға салып шығамыз. Енді 5-3 минуттың аралығында пісіретін боламыз. Менде осындай белочка деген орешница. Сәл үстінен басыңқырап шықтым. Сонда қамыры тегіс боп жайылып шығады. Абайлаңыз, қолыңызды күйдіріп алмаңыз. Енді шанышқының көмегімен алып шығамыз. Орешкилардың ішіне нутелла, сгущенка, сосын грек жаңғағы, әртүрлі жаңғақтарды қосып жасауға болады. Өте дәмді болып шығады. Сгущенканың жақсы түрінен алыңыз. Соны осылай екі жағынан жағып, біріктіретін боламыз. Сыртынан присыпкалар, кокосовый стружкамен, үстінен сахарный пудраны қосып та өте керемет әдемі болып шығады. Осындай керемет орешкиларды жасап көрдіңіз бе? Дәмін ауыстеп көрдіңіз бе? Соның бәрін комментарий бөлімінде бөлісіп кетсеңіз болады. Бәріміз оқитын боламыз. Қазақ каналды бірге дамытайық. Каналымды қолдап кетуіңізді сұрайым. Лайк басып, комментария жазып отырыңыздар. Ал каналыма тіркелмесеңіз, міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басыңыз. Каналымда видео шыққан кезде сіз ең бірінші білетін боласыз. Қараңыздар, қандай әдемі. Дәмі деген керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Жанұяңызды қуантыңыз. Осылай шай ішкенге не жетсін, осындай керемет тәттілермен балалық шағымызға қайта оралу.
келесі видеода аман саулықпен кездескенше